Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып математика сабағы. 36-шы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептерді шығаруда шамалар арасындағы тәуелділік. Бұл сабақта сен есеп шығару кезіндегі шамалардың ұзындығы, ені, биіктігі, көлемі арасындағы тәуелділікті қолдануды үйренесің. Бірінші тапсырма. Сандардың квадраты мен кубының мәнін қалай табуға болатынын есіңе түсір. Есепте. Олай болса, менімен бірге бастайық. 8-дің кубы азайтылған 56. 8-дің кубы 512-ге тең. 512-ден 56-ны азайтсақ 456. 7-нің кубы азайту 34. 7-нің кубы 343-ге тең. Азайтылған 34 тең 309. 4-тің кубы қосылған 300. 4-тің кубы 64-ге тең. Қосылған 300, 364. 9-дың квадраты азайтылған 67. Яғни ол 81-ге тең, 81 азайтылған 67 тең 14. 4-тің квадраты қосылған 351, 16 қосылған 351 тең 367. 2-нің квадраты қосылған 400, 4 қосылған 400, 404. Әрі қарай жалғастырайық. 80-нің кубы азайтылған 56. 512 мың азайту 56, 511 мың 944. 70-тің кубы азайту 34, 343 мың азайту 34, 342 мың 966. 40-тың кубы қосылған 300, 64 мың қосылған 300, 64 мың 300. 90-ның квадраты азайтылған 67, 8100 азайту 67, тең 8033. 40-тың квадраты қосылған 351, 1600 қосылған 351, тең 1951. 20-ның квадраты қосу 400, 400 қосу 400, тең 800-ге тең. Қалай есептелгенін есіңе тағы да бір рет түсіріп көр. Екінші тапсырма. Қораптың көлемін есепте. Бірінші қорапқа назар аударамыз. А тең 50 см, Б тең 10 см, С тең 2 см. Көлемін табайық. Көлем табу үшін берілген 3 өлшемді көбейтеміз. 50 см көбейту 10 см көбейту 2 см тең 1000 см. Бірінші суреттің көлемі 1000 см кубқа тең. Келесі екінші суретке назар аударайық. А тең 20 см, Б тең 100, С тең 100 см болғанда 3 өлшемді көбейтеміз. Екінші суреттегі пішіннің көлемі 200 мың см куб. Үшінші суретке назар аударайық. А тең 40 см, Б тең 100, С тең 20 см. Бұл пішіннің көлемі 80 мың см кубқа тең. Есіңде сақта. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемін әртүрлі тәсілмен табуға болады. В тең А көбейту Б көбейту С, А көбейту С көбейту Б, немесе В көбейту С көбейту А. Тең В көбейту А көбейту С көбейту А көбейту Б, С көбейту Б көбейту А. Яғни олардың орнын ауыстыруға болады. Орындарын ауыстырғанмен мәндері өзгермейді. Есіңде сақта. Үшінші тапсырма. Көлемді әртүрлі тәсілмен есепте. Суретке назар аударайық. Бұл пішіннің ұзындығы 4 см, ені 3 см, биіктігі 5 см. Көлемін табу керек. Көлемін табу үшін А көбейту Б көбейту С формуласын қолданамыз. Бірінші тәсіл. Көлемін табу үшін 4 см көбейту 3 см көбейту 5 см 60 см квадратқа тең. Екінші тәсіл. 4 см көбейту 5 см көбейту 3 см, ол да 60 см квадратқа тең. Немесе үшінші тәсіл. В тең 3 см көбейту 4 см көбейту 5 см 60 см кубқа тең болады. Яғни олардың орындарын ауыстыруға болады, бірақ олардың мәні өзгермейді. Сол іспетті бірнеше тәсілдерін қолдана аласың. Төртінші тапсырма. Бөлменің ұзындығы 7 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр. Бөлменің көлемі мен еденнің ауданын тап. Шешуі. Көлемін табу үшін бірінші берілген 3 өлшемді көбейтеміз. 7 метр көбейтілген 5 метр көбейтілген 3 метр тең 105 метр куб. Ал ауданын табу үшін тек 2 өлшемді көбейтеміз, яғни ұзындығы мен ені. Ұзындығы 7 метр, ені 5 метр болады, бізде 35 метр квадрат. Яғни бұл бөлменің
көлемі 105 метр кубқа, ал ауданы 35 метр квадратқа тең. Екінші, бөлменің еденінің ауданы 12 метр квадрат, биіктігі 2 метр. Егер оның ені 3 метр болса, бөлменің көлемі қанша болады? Ең алдымен шешуін қарастырайық. Ең алдымен енін табу үшін 12 метрді бөлеміз 3-ке, ол 4 метр. Яғни бұл 4 метр енінің өлшемі. Енді осы бөлменің көлемін табу үшін табылған 3 өлшемді көбейтеміз. 3 метр көбейтілген 4 метр, көбейтілген 2 метр тең 24 метр куб. Бұл бөлменің көлемі 24 метр куб, ені 4 метрге тең. Әрі қарай жалғастырайық. 5-ші тапсырма. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бірінші тапсырма. А 16 см, В 3 см, биіктігі H 2 см болғанда, оның көлемі 96 см куб. Екінші тапсырма. 9 дециметр, екінші өлшем 7 дециметр, үшінші өлшем белгісіз болған кезде біз 630 дециметрді 9 пен 7-ні көбейтіндісіне бөлеміз. Ол 10 дециметрге тең. Үшінші тапсырма. Ұзындығы 5, биіктігі 4 метр, көлемі 80 метр куб. Ал оның ені 4 метрге тең. Төртінші тапсырма. Көлемін табу керек. 4 метр, миллиметр, 8 миллиметр, 3 миллиметр көбейтеміз. Ол 96 миллиметрге тең. Бесінші тапсырма. Ұзындығы 20 см, ені 4 см, көлемі 320 сантиметр куб, биіктігі белгісіз. 320 сантиметр кубты 20 мен 4-дің көбейтіндісіне бөлеміз. Бізде 4 сантиметр шығады. Және соңғысы 12 дециметрді 4 дециметрге және 3 дециметрге көбейтеміз. Оның көлемі 144 сантиметр кубқа тең. Қалай есептейтін? Тағы да бір рет есіңе түсір. Әрі қарай жалғастырайық. 7-ші тапсырма. Тікбұрышты параллелепипед пішінді қауыз бар. Оның ұзындығы 50 метр. Ені 10 метр, ал тереңдігі 2 метр болса, көлемі қанша? Осы қауыздың табанының ауданын есепте. Бүйір қабырғаларының ауданының қосындысын тап. Олай болса, ең бірінші біз қауыздың көлемін тауып алайық. Қауыздың көлемін табу үшін 3 өлшемді көбейтеміз. 50 метрді көбейтеміз 10 метрге, көбейтеміз 2 метрге. Ол 1000 метр кубқа тең. Қауыздың көлемі 1000 метр куб. Қауыздың табанының ауданын табу үшін біз тек 2 өлшемді көбейтеміз. Яғни 50 метрді 10 метрге көбейтсек, ол 500 метр квадратқа тең. Бүйір қабырғаларының аудандарын табу үшін де біз 2 өлшемді көбейтеміз. 10 метрді 2 метрге көбейтсек, 20 метр квадратқа тең. Тамаша. Келесі бізде келесі тапсырма. Мына жерде берілген, суретте берілген пішіндердің ауданын табу керек. Бірінші пішін бойынша оның көлемі 3 см көбейтілген 2 см көбейтілген 1 см-ге тең болған кезде, оның көлемі 6 см кубқа тең. Екінші пішінді, жасыл пішіннің көлемін табу үшін 5 см-ге көбейтеміз 2 см-ді, көбейтеміз 3 см-ді. Ол бізде 30 см кубқа тең. Үшінші күлгін түсті фигураның көлемін табу үшін 8 см-ге 4 см-ді, көбейтеміз 1 см-ді. Ол 32 см кубқа тең. Және соңғы бізде ол текше. Текшенің барлық қабырғаларының өлшемдері бірдей болғандықтан, бірді 3 рет көбейтеміз. Ол 1 см кубқа тең. Ә тапсырмасына назар аударайық. Ә тапсырмасында алдыңғы тапсырмадағы фигуралардан төменде берілген фигуралар құрастырылды. Оларды есепте дейді. Мына жерде бірінші пішінге қарайтын болсақ, екі түрлі фигураның қосындысынан құралып тұр. Олай болса, біз бірінші фигураның көлеміне екінші фигураның көлемін қосамыз. Бірінші фигураның көлемі ол бізде 6 см тең болды, ал екінші фигураның көлемі бізде ол 30 сантиметрге тең болды. 36 болса 36 сантиметр кубқа тең. Екінші суретке назар аударайық. Бұл жерде 3 түрлі фигура бар. Бірінші және екінші фигуралардың көлемі 1 сантиметрден, ал соңғы астындағы фигураның көлемі 32 сантиметрге тең болған болатын. Сол себепті ол үшеуін қосқанда бізде 34 сантиметр кубқа тең болады. Соңғы фигурада 3 түрлі пішін көрсетілген. Бірінші пішіннің көлемі 1
сантиметр кубқа тең. Екінші пішіннің көлемдері 6-6-ға тең болады. Сондықтан 6-ны 2 рет көбейтеміз. 12 болады. 12-ке 1-ді қоссақ, 13 сантиметр кубты береді. Келесі 9-шы тапсырма. Сөреге 19 қорап қойылған. Сөрені түгелдей толтыру үшін қанша қорап қажет? Егер қораптың ұзындығы 10 дециметр, ені 14 дециметр және биіктігі 13 дециметр болса, онда сөренің көлемі қанша? Сөреге назар аударайық. Ең алдымен шартын қарастырайық. Бізде 3 түрлі өлшем бар. Ұзындығы 15, ені 14 және биіктігі 13 дециметрді құрайды. Сөреде өзі барлық 19 қорап қойылған. Көлемін тауып көрейік. Ол үшін шешуін қарастырайық. Ең алдымен 19-ды 5-ке қосамыз, 24 болады. Яғни мына жерді толтыру үшін бізге 5 қорап қажет. Егерде 5 қорапты қосатын болсақ 24 болады, сонда сөре толады. Енді бұл сөренің көлемін табайық. Оның көлемін табу үшін осы сөредегі қораптарға тағы да 24-ті көбейтеміз. Яғни 3 өлшемге 24-ті көбейтетін боламыз. 15 көбейтілген 14 көбейтілген 13 көбейтілген 24. Бұл бізде 65520 сантиметр кубқа тең. Яғни бұл сөрені толтыру үшін бізге 5 қорап қажет болады, ал оның көлемі 65520 сантиметр кубқа тең. Және соңғы 10-шы тапсырмаға назар аударайық. Тікбұрышты параллелепипедтің пішінді ағаш келтегінен қабырғалары 5 сантиметр болатын текше пішінді ойып алынды. Ойығы бар ағаш келтегінің көлемі қанша? Яғни мына жердің көлемін табу керек. Ол жерден ойығын алып тастаймыз. Олай болса қарастырайық. Ең алдымен шартын құрастырып аламыз. А тең 9 сантиметрге, Б тең 6 сантиметрге, С тең 8 сантиметрге тең. Алынған ойықтың көлемі 5 сантиметрді құрайды. Жалпы ойық алынған келтенің көлемін бізге табу керек. Ол үшін ең алдымен біз бұл пішіннің көлемін тауып аламыз. 9 көбейтілген 6 көбейтілген 8, ол 438 сантиметр кубқа тең. Алынған ойықтың көлемін табамыз. Ол өлшемі, яғни 5 сантиметрде болғандықтан 5-ті 3 рет көбейтеміз. Яғни оның ұзындығы да, ені де, биіктігі де 5-ке тең деген сөз. 5-ті 3 рет көбейтсек 125 сантиметр болады. Сонда 432-ден 125-ті азайтамыз. Ол бізде 307 сантиметр кубқа тең. Тамаша балалар, сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақта сен есеп шығару кезіндегі шамалардың ұзындығы, ені, биіктігі, көлемі арасындағы тәуелдікті қолдануды үйрене алдың және түсіндің деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.